біз Өскемен ЖЭО жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және де АО Шығыс жылу табиғи монополия субъектілерінің жылумен жабдықтау қызметтеріне қатысты тарифті өзгерту және де инвестициялық бағдарламаларды өзгертуге өтінімдеріне байланысты жария тыңдау өткіздік. Аталған жария тыңдауда табиғи монополия субъектілері 1 ақпаннан бастап 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін 2026 жылғы осы 12 ай көлемінде тарифті өзгертуге және де инвестициялық бағдарламалардың өсіміне әкелуіне байланысты жария тыңдауда осы негіздемелерді ұсынған болатын. Өскемен ЖЭО жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қосымша инвестицияны 6,4 миллиард теңгеге өсірмекші қазіргі өтінім қарастырылуда. Аталған өтінімде ол жылумен жабдықтау саласындағы қазандықтарға жөндеу жүргізу және де турбиналардың трубаларына жөндеу жүргізуге байланысты осы инвестициялық бағдарламаларды қамтиды. Және де АО Шығыс жылу акционерлік қоғамының жылумен жабдықтау қызметіндегі жылу желілеріне күрделі жөндеу жүргізіледі. Аталған күрделі жөндеулердің нәтижесінде жылу желілерінің тозу деңгейі 1,5%-ға төмендейді. Яғни бұл осы көрсеткішке жету үшін инвестицияны 1,1 миллиард теңге көлемінде қосымша қаражат қажет болып отыр. Осы қосымша қаражаттарды және де жылумен жабдықтау саласындағы стратегиялық товарлар болып табылатын. Ол су, көмір, мазут және де электроэнергия осы тауарларының бағасының өсуіне байланысты, яғни жылумен жабдықтау қызметін сапалы көрсету үшін осы қаражаттарды игеруге жоспарланып отыр. Және де үшінші негіздеме ол жұмысшылардың жалақысын көбейту болып табылады. Жұмысшылардың жалақысын орташа статистикалық деңгейге көтеру үшін осы табиғи монополия субъектілер өтінімде орташа деңгейде кем дегенде 23%-ға жұмысшылардың жалақысын көтеруге жоспарлап отыр. Осы аталған негіздемелерді қоса келе, қазіргі таңда өтінім департаменттің қарастырылуында нақты шешім осы қаңтар айының 25 жұлдыздарына дейін шешім шығарылып, бұйрық шығарылатын болады. Бүгінгі күні біздің тариф обменна инвестиция бағдарламасы бойынша тариф жобасы қаралды. Мына жобада біз ұсынып отырмыз 1 миллиард 108 мың теңгеге 14 учасканы ауыстыруға және Ақмерова кентінде орналасқан нөмір 5 қазанды күрделі жөндеуден өткізуді ұсынып отырмыз. Барлық учаскаларда 25 жылдан астам уақыт жұмыс істейді. Арты 40 жылдан асты жұмыс істеп тұрғандарына. Сондықтан мына 14 учаскеде соңғы жылдары ақаулар көп табылып жатыр. Сондықтан бұны ауыстыру қажет. Ал 5 қазандық бойынша онда тозығы 80%-ға жетті. 4 қазан орналасқан, 4 қазанның 4-інде ауыстыру жоспарланып отыр. Жоспар 2 жылда іске асырылатын болады. Былтыр біз 29 учаскеде жөндеу жүргіздік, жылу желілерін ауыстырдық. Оның итоғы бойынша біз 1,3%-ға тозығын азайттық.